Футболдан өткен қайрат, Селтик ойынның ең шешуші кезеңі қайсы? Менің ойымша, негізгі уақытта ең үлкен мүмкіндік Дайдзен Маэдада болды. Ол қақпашымен бетпе-бет шығып, Селтикті алға шығаруға нағыз мүмкіндік алды. Бірақ сол сәтті пайдалана алмай, допты босқа жіберді. Бұл ойын тағдырын өзгерте алатын шешуші эпизод еді. Алайда футболдың заңы қатал, гол соқпағанды гол соғады. Ойын тең аяқталып, бәрі пенальти сериясына өтті. Сол жерде нағыз қаһарман шықты, Қайраттың жас қақпашысы Темірлан Анарбеков. Ол суыққанды ойнап, қарсыластың 3-1 пенальтиін қайтарды. Ал Селтиктің ойыншылары жүйкесіне ие бола алмай, шешуші сәттерде қателесті. Қорытынды. Маэданың негізгі уақыттағы мүлт кеткен сәті, ойынның бағытын өзгерте алатын шешуші мүмкіндік еді. Бірақ бәрін түбегейлі шешкен сәт пенальти сериясындағы Анарбековтың ерлігі мен Селтиктің қателіктері болды. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Айтпақшы, бізге тіркелуді ұмытпаңыздар.